Ал сонымен бізде 806 есепте бізде былай дейді. Дөңгелек үстел жанында Әлихан, Самат, Жандос және Асхат отыр. Олар ұшқыш, суретші, экономист, инженер дейді. Сонымен бізде мінекей дөңгелек столдың айналасында 4 адам отыр деп алайық. Бізде былай дейді. Инженердің оң жағында экономистке қарсы Асхат отыр дейді. Біз мына бір адамды инженер деп алайық. Инженердің оң жағында экономистке қарсы дейді. Демек мына бізде көк түсті адам бізде экономист екен. Егер бұл экономист болса, осы экономистке қарсы дейді. Неге қарсы отқан ол жасыл киімдегі адам. Демек осы экономистке қарсы бізде Асхат отыр дейді. Мынау жасыл киімдегі бізде Асхат екен. Асхат суретші емес дейді. Егер бізде Асхат суретші емес болса, ал экономист пен инженер мұнда отқан болса, онда бізде Асхат ұшқыш болып табылады. Жандос ұшқыштың оң жағында Саматқа қарсы отыр дейді. Мінекей бізде ұшқыш Асхат болып табылады. Осы Асхаттың оң жағы мінекей. Жандос ұшқыштың оң жағында отыр деді. Демек бізде инженер адам ол Жандос болып табылады. Ал осы Жандос дейді Саматқа қарсы отыр дейді. Мінекей оған қарсы отқан бізде Самат болып табылады. Инженер, ұшқыш және экономист белгілі. Егер олар белгілі болса, біздегі Самат суретші болып табылады. Инженер Жандос болса, ал Асхат ұшқыш болса, экономист бізде Әлихан болып есептелінеді. Себебі 4-ші адам сол ғана қалған еді. Мінекей 4 адамның кімнің қалай отырғанын біз анықтадық. Бізде Әлихан экономист, инженер Жандос және Асхат болса ұшқыш болады, Самат болса суретші болып табылады. Сонымен бізде 808 есепке қарасақ, түлкі тышқанды көрді дейді. Түлкі 4 рет секіргенде тышқанға жетер еді. Бірақ тышқан қаша жөнелді дейді. Түлкінің бір секіру ұзындығы тышқанның 12 қадамына тең дейді. Егер түлкі бір рет секірген уақытта тышқан 6 қадам жасаса, түлкі неше рет секіргенде тышқанды ұстайды дейді. Яғни түлкі тышқанға жету үшін 4 рет секіруі керек. 1, 2, 3, 4. Бірақ ол әрбір секірген сайын тышқан 4 қадамнан жүріп отырады алға қарай. Сонымен бізде түлкі бір рет секірді делік. Тышқан сонда 4 қадам алға жүреді. Сол кездегі тышқанның орны мінекей мұнда болады. Ол 4 қадам алға жүреді. Ал түлкі тағы да бір рет секірсін делік. Сонымен түлкі тағы бір рет секірген кезде бізде ол 2 рет секіреді. Ал тышқан ол кезде тағы да 4 қадам жүреді. Ол мұнда болады. Тағы да 4 қадам, яғни 8 қадам жүрді. Ал одан кейін бізде түлкі тағы да бір рет секірсін. Түлкі тағы да бір рет секірген кезде бізде тышқан тағы да 4 қадам алға жүреді. Біздегі түлкі 3 рет секіргенде тышқан 4 қадамнан 12 қадам жүріп қойды. Ал оның 12 қадамы дегеніміз бізде түлкінің тағы бір рет секіруіне кететін уақыт екен. Яғни түлкінің тағы да бір рет секіруіне кететін арақашықтық екен. Одан кейін бізде түлкі тағы да бір рет секіреді. Мінекей тағы бір рет секірді. Сонда біздегі тышқан тағы да 4 қадам алға жүреді. Түлкі тағы да бір рет секірсін. Одан кейін мінекей түлкі тағы бір рет секіреді. Ол кезде тышқан бізде тағы да 4 қадам алға жүреді. Енді осы жерде түлкі тағы бір рет секірген кезде тышқан тағы да 4 қадам жүреді. 4 қадам жүрген кезде ол мұндағы түлкінің 6-шы секірісіне келіп тоқтайды. Яғни 8-ге 4-ті қосатын болсақ, бізде 12 қадам болды. Мінекей 12 қадамы дегеніміз түлкінің тағы бір рет секіргеніне тең. Демек бізде түлкі жалпы саны 6 рет секірген екен. Яғни 6 рет секірген кезде бізде тышқанды қуалап жетеді екен. Тышқанның 12 қадамы түлкінің бір рет секіруіне тең екен. Сонымен бізге неше рет секіргенін табуымыз керек еді. Яғни ол 12 қадамнан неше рет секіруі керек тышқанды қуалап жету үшін. Бастапқыда тышқан 48 қадамдық қашықтықта тұрды. Яғни ол 4 рет секіру еді. Бірақ 4 рет секіргені, яғни 12-ні 4-ке көбейтсек 48 қадамдық қашықтықта тұрды. Бірақ оған қосамыз біз тышқанның әрбір түлкінің секірісі сайын 4 қадамнан секіріп отырады екен. Мінекей 4-ті көбейтеміз дедік x-ке. Дәл осылай, осындай теңдеумен біз ары қарай x-ті тауып ала салдық. Ол 6 болды.